Саламатсыздар ма, студенттер? Саламатсызбы. Бүгінгі тақырыбымыз тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрылысы. Бұнда өтетініміз тракторлар мен автомобильдер туралы түсінік, тракторлар мен автомобильдердің жіктелінуі, тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрылысы және бөліктердің атқаратын қызметі. Ең бірінші келетін болса, автомобильдер мен тракторлар туралы түсінік айта кетейік. Тракторлар мен автомобильдер ол дейтін қазіргідей болған емес, білесіздер өздеріңізді. Ертеде алғашқы трактор мен автомобильдер қазіргі замандай болған жоқ. Ең бірінші тракторымыз 19 ғасырда пайда бола бастады. Ол кездерде тракторларда іштен жану двигателі болған жоқ. Бумен жүретін тракторлар сияқты алғашқы түрлері пайда болды. Балдар естіліп жатыр. Бумен жүретін тракторларды ойлап шығарды. Сол себептен оларды әр түрлі аттармен атады. 1817 жылы орыс өнертапқышы Василий Гурьев құрықта жүретін пароход деген атпен алғашқы тракторды құрастырды. 1837 жылы орыс армиясының капитаны алғашқы шынжыр табанды тракторды ойлап тапты. Бұның ойлауының атауы айналмалы доңғалақ деп атаған. Яғни тракторлар дейтін жүріс бөлігіне қарай екіге бөлінеді. Доңғалақты және шынжыр табанды болып бөлінеді. Ең алғашқы трактор 1879 жылы орыс механигі Блинов 20 аты күші бар двигатель орнатқан тракторды ойлап тапты. Ал 1893 жылы өнертапқыш Мамин іштен жану двигателі бар тракторды шығарды. Ертелерде, мысалға өткен ғасырда көптеген трактор жасайтын заводтарды іске қосқан. Волгоград трактор заводында ДТ-75 тракторын ойлап шығартты. ХТЗ деген тракторымыз бар. Ол Харков трактор заводында шыққан. Және МТЗ деген тракторымыз бар, білесіздер ғой. Минский трактор заводында шығып бастаған екен. Ендігі автомобильге келетін болса, автомобильдер туралы айта кетейік. Автомобильдерде алғашқы рет тракторлар бізде 19 жылда ғасырдан бастап шықса, автомобильдер 18 ғасырдан бастап шыға бастаған. Алғашқы автомобильдерді 1752 жылы орыс шаруасы Леонид Шамшаренков автомобильге ұқсас құрылғысы бар ойлап тапқан. Бұның атауы өздігінен жүретін доңғалақ деп атаған. Ал 1785 жылы орыс агрономы Камов Иван Михайлович ат күшінен босатылған өздігінен жүретін арба ойлап шығарған. Сіздерге мен көрсете кетейін. Яғни бізде бұрындарда ең бірінші автомобиль бірден өздігінен жүріп кеткен жоқ, білеміз да оны дейтін. Оны ертеде бізде қайда арбаны атқа жалғап жүрген да. Мына көріп отырсыздар ма? Студенттер сізге көрініп отыр ма? Көріп отырсыздар ма? Жалпы көрініп маған. Көрінбей қалды ма? Көрінбей тұр іште. Сіз көрініп тұрсыз тек бізге. Мен көрініп тұрмын ба тек? Көрініп тұрған жоқ. Кітаптарыңыз қайда? Әлі кітаптарыңыз Көрінді ме? Апай, не шығып кетті ғой? Қап-қарып кетті. Мені көріп тұрсыздар сіздер только, да? Көріндің ба?
Тек қана сізді көріп тұр. Иә, түсінікті. Қазір мен сізге ашайын. Мынаны көп тұрсыздар сіздер қазір. Енді көрінді. Енді көрінді, да? Енді көрінді ме? Көрінді ме, балдар? Иә, көрінді. Иә, мына. Көрініп тұр. Мына қараңыздар. Мынау біздің алғашқы тракторды ойлап тапқан 19 ғасырдан бастап шыққаны, міне қараңыздар. Ең бірінші тракторымыз қазіргідей болған жоқ та, көріп отырсыздар. Көрініп отыр ма? Иә. 1791 жылы Кулебин деген кісі, ол 4 доңғалақты іштен жану двигателі бар, алғаш автомобильді ойлап тапты. Өткен ғасырдың басында, яғни 1908 жыл мен 1915 жылдар аралығында Рига вагон өңдеу заводынан алғашқы Руссо Балто деген атты автомобильді құрастыру ойлап шығарған екен. Сізге қазір көрсетіп кетейін. Руссо Балто, мына көрдіңіздер. Мына көріп отырсыздар ма? Мына осы автомобильді ойлап шығарған екен. 1924 жылдары Москва қаласында ЗИЛ заводынан жүк көтергіші 1,5 тонналық АМО F-15 деген автомобильді ойлап шығарған екен. Ал автомобильдерді білесіздер сіздер УАЗ, ГАЗ деп бөлінеді, солай ғой, Айдынбек? Ал УАЗ деген автомобиліміз ол дейтін Ульяновский автомобиль заводынан шығарылған екен. Ал ВАЗ деген автомобиліміз Волжский автомобиль заводынан шығарылған екен. А ГАЗ деген автомобиліміз ол қайдан шықты деп ойлайсыздар? Горьковский автомобиль заводынан шыққан. ГАЗ автомобилін айтамын. Иә. Исәтсіба, УАЗ деген автомобиліміз, яғни Ульяновский автомобиль заводынан шыққан. А ВАЗ деген автомобиліміз Волжский автомобильный заводынан шығып отыр, иә? А ГАЗ дегеніміз сонымен Горьковский автомобильный заводынан шығып отыр. Осы бойынша, бірінші сабағымыз бойынша сіздер жазып алыңыздар. Сабақтың тақырыбы тракторлар мен автомобильдер жалпы құрылысы. Мынауды қабылдай көрейік. Дәптерге жазайық, студенттер. Апайын өнесі табақ подады ма? Айдынбек, механизация ғой шатастырма. Механизация ма? Просто дәптер тауып ойын деді ма? Жазып аламыз. Мәскен жазып жатсыз ба? Иә, менде жазып тұр тақырыбы. Жазып алыңыздар, иә. Бұл бірінші өткеніміз бойынша трактор мен автомобиль туралы жалпы түсінік. Қысқаша айтып өткеніміз. Екіншісіне келетін болсақ, ары қарай тыңдайық та. Соңыра мен сіздерге осыны жіберемін. Лекция түрін және слайд түрін жіберемін. Соны жазып аларсыздар толықтап. Ары қарай трактор мен автомобильдердің жіктелінуіне келетін болсақ, автомобиль дегеніміз жалпы жүк адам тасуға немесе арнаулы тапсырмаларды орындауға арналған өздігінен жүретін транспорт құралы. Қолдануына қарай олар транспорттық, арнайы және спорт автомобильдер болып бөлінеді екен. Ал транспорттық автомобильдің өзі де бірнеше топқа бөлінеді. Яғни ол жеңіл автомобильдер, автобустар және жүк автомобильдер болып бөлінеді екен.
Ал екіншісі арнайы автомобильдер дегеніміз белгілі бір жұмыстарды атқаруға арналған, сол себепті оларды тиісті құралдармен жабдықталған. Яғни арнайы деп ол өзі атынан айтылып тұр, арнайы деп. Яғни арнайы автомобильдер, ол біздер қандай автомобильдер? Ол алғашқы көмек көрсету, яғни скорый автомобилі, автокрандар, құрылыс саласына қажет, және өрт сөндіру автомобильдері, тағы да қандайлар білесіздер? Айдынбек, қандай автомобильдерді білесіздер? Арнайы автомобильдерден. Автоцистерна кіре ма? Айдынбек? Білмеймін. Арнайы автомобиль. Кірет. Дұрыс айтасыз, Автоцистерналар кіреді, өрт сөндіру автомобильдері кіреді, айтып өттік. Ал спорт автомобильдеріне? Спорт автомобильдеріне олар не істейді? Ол спортпен шұғылдануға, любительский, яғни айтылғанда, өздерінің. Жеңіл машиналарды қозғалтқышының жұмыс көлеміне қарай, яғни литраж деп айтады, біз объем деп айтып жатамыз автомобильдерге, объемына қарай деп. Сол литражға байланысты бірнеше түрге немесе классқа бөлінеді екен. Және олар индекстерге бөлінеді. Түрленуіне қарай өте жеңіл класс, ол 1-2-ге дейін кетеді литражы, индексі оларды 11 болады. Кіші класс ол 1-3 және 1-8 литражы жатады, оған индексі 21 болады. Орташа классқа 1-9 және 3-5 объемы кіреді екен. Оның индексі 31 болады, ал жоғары класста литраж көрсетілмеген, оның индексі 41-ден басталады. Ал жүк машиналары толық салмағына қарай, олар 7 түрлі классқа бөлінеді, және олардың индексі 1-7-ге дейін санмен белгіленеді екен. 0,5 тоннаға дейін, ол яғни 500 килограммдық жатады. Шағын автомобильдер 1 және 2 тонналық, орташа автомобильдерге 2 және 5 тонналық, үлкен автомобильдер 5 және 15 тонналық жатады. Енді соңғы өте үлкен автомобильдер ол 15 тоннадан жоғары болады. Литражға байланысты түсінікті ме? Объемға байланысты. Ендігі, бана біз автомобильдердің бөлінуін айттық, ендігі қазір біз тракторлардың бөлінуін айтамыз. Трактор деп арнайы жұмыс органдарымен жабдықталған ауыл шаруашылығы, жол және басқа машиналарды қозғалыстан энергетикалық құрал ретінде, сондай-ақ тіркемелерді тіркеп, тиреу мақсатында пайдаланатын доңғалақты немесе шынжыр табанды машиналар деп аталады екен. Оларда қолдануына қарай автомобильдер сияқты 3 топқа бөлінеді екен. Жалпы пайдаланатын, универсалды және арнаулы болып бөлінеді екен. Жалпы пайдаланатын тракторлар ауыл шаруашылығындағы негізгі жұмыстарды атқаруға, өсімдіктердің көпшілігін егіп өсіруге, күтіп баптауға, жер жыртуға, тырмалауға, жинауға пайдаланады екен. Универсалды тракторлар дақылдар мен басқа да көптеген ауыл шаруашылық дақылдарының қатар аралықтарын өңдеуге пайдаланады екен. Арнаулы тракторлар дегеніміз, бұда банағы автомобильдер сияқты, бұда арнайы жұмыстарды орындауға арналған тракторлар. Жалпы мақсатта пайдаланатын кез келген трактордың немесе универсалды трактордың өзгертілген түрін айтады. Олар жұмыстың белгілі бір жағдайға ғана атқаруға арналған. Сіздер енді осы бойынша жазып өтіңіздер. Автомобильдің біздің бана айтып өткен бөлінуі. Нешеге бөлінеді дедік біздер? Диана, микрофоныңызды қоса қойыңыз. Неше топқа бөлінеді дедік? Қазір. Төртке бөлінбей ма да апай? Үшке бөлінеді. Үшке ма, төртке ма? Арнайы жүк. Арнайы, транспорттық және спорттық болып бөлінеді. Транспорттың өзі де үшке бөлініп жатыр, солай ма?
Иә. Жеңіл автомобильдер. Сосын жеңіл автомобильдер. Және автобустар, мына экранға шығарып отырмын, сізге көрініп отыр ма? Я көріп тұр апай. Да, анық көрсетіп тұр. Автобустар және жүк автомобильдер. Жүк автомобильдер болып бөлінеді екен. Арнайы автомобильдерге қандай автомобильдер жатады дедік бана біз айтты. Арнайы автомобильдерге скорый помощь, медициналық. Дұрыс. Сөндіретін. Иә, бұл жерде көрсетіп тұр. Автоцистерналар жатады. Және крандар жата ма? Кран, иә. Иә, ол да енді арнайы жұмыс арнауға, мен тізілетін көшеде қыдыра алмаймыз, солай ғой. Олар тек белгілі бір жұмыс жасауға арналған. Солай ма? Арнайы деп аты өзі айтып тұр. Иә, дұрыс айтасыз. Өрт сөндіргіш автомобильдері солай ма? Арнайы өрт сөндіруге арналған құрал жабдықтармен жабдықталған автомобиль. Солай ғой? Иә. Иә, міне. Енді жеңіл автомобильдер бана литражға байланысты бөлінеді дедік. Бұны да жаза кетіңіздер. Соңыра жазып аламыз. Себебі біздің уақытымыз тығыз. Уақытқа сегізу керекпіз. Мына енді тракторда бір айтып өтіп кетейік. Бұларда тоже нешеге бөлінеді дедік біздер? Үшке бөлінеді, Айдынбек. Үшке бөлінеді. Жазылып айтып тұр өзі. Қандай? Жалпы пайдаланатын. Жалпы пайдаланатын, сосын универсал тракторлар, сосын арнаулы тракторлар. Және арнаулы трактор. Дұрыс айтасыз. Жалпы пайдаланатын өзі ол неге андай шаруашылыққа істеуге, егін өсіруге, күтіп баптауға, жер жыртуға. Универсалды деген олар не арнайы өзінің. Қандай? Көптеген ауыл шаруашылық дақылдарын шекарааралық өңдеуге пайдаланады, яғни де. Арнаулы тракторлар, бұнда атауы айтылып тұр, арнайы белгілі бір жұмыстарды орындауға арналған тракторды. Солай ғой. Мынау біздің тракторымыздың дөңгелекті трактор ол. Дөңгелек трактордың жалпы құрылысы, соңыра сіздерге беремін, өздеріңізге жіберемін. Осы бойынша жазып аласыздар. Осы өткен сабақ бойынша пысықтау сұрақтарымыз, жаңа сабақтың трактор дегеніміз не, автомобиль дегеніміз не, тракторлар қолдануына қарай нешеге бөлінеді, автомобильдер қолдануына қарай нешеге бөлінеді, бана біз айтып өтіп кеттік. Тракторлар жалпы құрылысы неден тұрады, автомобильдің жалпы құрылысы неден тұрады. Автомобильдер. Көріп тұрмын, көрдіңіздер ме? Сізге мен арнайы жіберіп отырмын. Жалпы құрылысы өшеде жазылып тұр. Осы сұрақтарға жауап беріп, сіздер менің жеке чатыма жібересіздер. Жарай ма? Үйге тапсырма. Жазып алыңыздар үйге тапсырманы. Тракторлар автомобильдер Алиев және Жинскиевтен 4-30 беттер аралығында оқисыздар. Тест көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Осы тестті жазып ала қойыңыздар. Осы өткен сабақ бойынша сіздерге қысқаша тест беріліп отыр. Немесе фотоға түсіріп алыңыздар. Осы бойынша скриншот жасап алыңыздар ше. Жасап алыңыздар, дұрыс айтасыз, скриншот жасап алыңыздар. Осы бойынша маған жауап жазып, жеке чатыма жібересіздер. Жарай ма? Мына жерде бүйтіп белгілеуге болады, жақта апайда еще. Немесе бүйтіп белгілеуге де болады. Мен сіздерге қазір бүйтіп мына жерде краска алып бүйтіп не істеп бүйтіп белгілеуге болады екен. Дұрыс айтасың, сөйтіп жүруге болады. Байқамайсыз. Осы бойынша маған жауап жазасыздар. Жарай ма? Түсінікті ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыз қысқаша, сіздерге жалпылама тек айтып өттім. Апай, бана ең басынан бері көрсетесіз слайдтарды?
Слайдтарды ма? Иә. Көрініп тұр ма, балдар? Так, не, загрузка айнап көрінді. Иә, көрінді. Көрінді, Иә, да? көрінді. Апайна сабақты қорытындылау тек Міне жоқ, мынау тақырыбы міне. тақырыбы. Екіншісін қосқаласын. Түрлері. Бағанағы біздің слайдтарымыз. Нұрай қосылды ғой, да? Иә, қосылды. Осы слайдтарда қазір мен сіздерге электронный түрін сіздерге жіберемін, студенттер. Сіздерге жіберемін. Бағанағы біздің автомобильдеріміз ғой. Жаңа айттым ғой сіздерге. 18-ші ғасырдан пайда бола бастаған автомобильдер. Яғни біз бана айттық қой, тракторды екі жүрісіне байланысты екі бөлінеді деп. Доңғалақты, міне көрдіңіздер да? Доңғалақты және шынжыр табанды болып бөлінеді дедік. Шынжыр табанды цеппен жасалғанда, көрдіңіздер ме? Иә. Мына осы слайдтарды қазір мен сіздерге жіберемін. Көрінді ғой да? Нұрай, көрдіңіз бе? Иә,